Қайырлы күн. Бүгінгі біздің сабағымыздың атауы саяхат және туризм деп аталады. Бүгінгі сабақтың мақсаты өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін ажырату және жазбаша жұмыстарды орынды қолдана алу. Берілген есімдіктердің жалпы ережесіне тоқталып өтейік. Өздік есімдігі өз деген бір ғана сөзден тұрады. Яғни өзім, өзің, өзіңіз, яғни түбірі өз болып табылады. Жалпылау, жинақтау мағынасын білдіретін есімдіктердің түрін жалпылау есімдігі дейміз. Жалпылау есімдігіне бәрі, барлық, бүкіл, бүтін деген сияқты есімдіктер жатады. Болымсыздық мағынаны білдіретін есімдіктің түрі болымсыздық есімдігі деп аталады. Бұл түріне ештеңе, ештеме, ешбір, ешкім, ешқашан деген сияқты есімдіктер жатады. Заттық, сандық белгіні, сан мөлшерді белгісіз етіп жорамалдап көрсету мәнін білдіретін есімдіктің түрлері белгісіздік есімдігі деп аталады. Бұл есімдіктің түріне біреу, кейбіреу, әлдекім, әркім, қайсыбірі, әрбір, қайбір деген сияқты есімдіктің түрлері жатады. Есімдіктің түрлерін есіңізде сақтап алсаңыз, келесі тапсырманы орындауға көшеміз. Біздің тақырыбымызға байланысты сізге суреттер берілген. Осы суреттерді және берілген есімдіктерді қолданып, бірнеше сөйлемдер құрастырып көріңіз. Есімдіктің түрлері бұл барлық, кімде-кім, ешкім, ешбір, бірнеше, әрқашан. Суретпен сәйкестендіріп сөйлем құрастырыңыз. Тапсырманы орындап болсаңыз, келесі тапсырмаға көшейік. Мәтінді оқып, тиісті есімдіктерді көп нүктенің орнына қойып көріңіз. Бұл жерде сізге берілген бірнеше есімдіктер. Бұл өзіңіздің бірнеше, бүкіл, біраз, ешқайда, өзге. Осы есімдіктерді көп нүктенің орнына қойып, мәтінді оқып көріңіз. Бұл тапсырма сізге қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Тапсырманы орындап болса, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырмада сізге бірнеше синонимдер ұсынылды. Осы сөздердің синонимін мәтіннен тауып көріңіз. Сөздікті қолдануға болады. Шарлау, саяхат, назар, жеке, жалғыз, ой. Осы сөздердің баламасын мәтіннен тауып көріңіз. Тапсырманы орындап болсаңыз, жауабыңызды салыстырыңыз. Шарлау, аралау, саяхат, серуен, назар, зейін, жеке, жалғыз, оңаша, ой, идея. Жауабыңызды салыстырып болсақ, біз келесі тапсырмаға көшеміз. Сізге бұл жерде әртүрлі есімдіктері бар сөйлемдер берілген. Сіз дұрыс нұсқасын таңдап, сөйлемнің астын сызасыз. Бірінші сөйлем орман ішінде әлде қайда, әлде кім жүрген сияқты. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз. Екінші сөйлемде саяхатқа шығуға біреу бірнеше күн қалды. Дұрыс нұсқасына назар аударыңыз. Жазда барлығы ешкім демалысты тиімді өткізуді жоспарлайды. Төртінші сөйлем мамырдың аяғында әлде қалай әркім саяхатқа шығатын жерлерді таңдай бастайды. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз. Тапсырманы орындап болсаңыз, келесі слайдқа назар аударыңыз. Бұл жерде дұрыс жауабы бар сөйлемдер берілген. Жауабыңызды салыстырып көріңіз. Орман ішінде әлде кім жүрген сияқты. Саяхатқа шығуға бірнеше күн қалды. Жазда барлығы демалысты тиімді өткізуді жоспарлайды. Мамырдың аяғында әркім саяхатқа шығатын жерлерді таңдай бастайды. Жауабыңызды салыстырып болсаңыз, келесі тапсырмаға көшеміз. Диалог. Берілген диалогты аяқтауымыз керек.
диалогты аяқтау үшін барлық, бүкіл, ешкімнің деген есімдіктерді орнына қоюымыз керек. Жазғы демалысты қайда өткізесің? Әзірге білмеймін. Биыл шетелге. Дұрыс нұсқаны таңдайсыз. Барғысы келмейді. Бурабайға барып па едің? Онда демалушыларға дұрыс нұсқаны қойыңыз. Жағдай жасалған. Я, солай деп естідім. Бұрынғыдай емес. Дұрыс нұсқасын қоясыз. Жағдай жасалған. Ойланып көрейін. Егер барғыңыз келсе, бізбен жүр. Осы демалыста барамыз. Жарайды, келістік. Тапсырманы орындап көріңіз. Тапсырманы орындап болса, келесі шығармашылық жұмысқа назар аударайық. Біздің сабағымыз туризм және саяхат болғандықтан, бұл жерде туризмнің екі түрі ұсынылған. Осы екі суреттегі туризмнің қандай ұқсастығы бар, қандай айырмашылығы бар, салыстырып көріңіз. Тапсырманы орындап болсаңыз, жауабыңызды салыстырып көрейік. Ықтимал жауабы берілген, осы ықтимал жауаппен салыстырайық. Бірінші, екінші суреттің ұқсастығы. Бұл жаз мезгілі, табиғаттың әдемілігі, өте көп туристердің жүруі, барлығы қуанышты, туристер өте жеңіл киінген. Жыл мезгіліне сай жеңіл киінген. Айырмашылығы қандай екен? Бірінші суретте бұл тау баурайында жүр. Туристер жаяу жүр, бұл экотуризмнің түрі деп ойлаймын. Екінші айырмашылық теңіздің жағасы, лайнерде демалуда, барлық жағдай жасалған. Демалу үшін барлық жағдай жасалған. Бұл ықтимал жауаппен жұмысыңызды салыстырып көруге болады. Құрметті оқушы, сізге дидактикалық материалда бүгінгі сабақта өтілген тапсырмаларға ұқсас бірнеше тапсырмалар ұсынылған. Дидактикалық тапсырмалардағы тапсырманы орындап, өз жауабыңызды нұсқаулықпен тексеріп көріңіз. Сізге сәттілік тілеймін. Көңіл қойып тыңдағаныңызға рахмет.